Айлин алғаш рет Мұратпен ауруханада кездеседі. Ол оның жағдайын сұрайды. Мұрат болса, Айлиннен ағасының ұсынысы туралы сұрайды. Айлин бұл туралы ойланып жүргенін айтып, әлі шешім қабылдамағанын айтады. Мұратпен сөйлесіп болғаннан кейін Сонер Айлинге алғысын білдіріп, Мұратқа тұрмысқа шығуды тағы ұсынады. Бұл шешім оның өмірін жақсы жаққа өзгертетінін түсіндіреді. Алайда Айлин бұл сөздерге ызаланып көзіне жас алып кетіп қалады. Айлин кеткеннен кейін Сонер Мұраттың палатасына кіріп, бауырымен сөйлеседі. Мұрат Айлиннің ойланып жүргеніне қуанып, жақында оған келісім беретінін сеніммен ағасына айтады. Бірақ Мұрат Айлинге қомақты мал-мүлік ұсынған Сонердің іс-әрекетін білмейтін еді. Ал мектепке қайта оралғанда оны сыныптастары жылы қарсы алады. Бірақ Неджатидің оған деген көзқарасы керісінше болады. Тіпті мектеп директоры да оның оралуына аса қуана қоймайды. Сабақтан кейін мектеп мәдениет үйіне барып, Инжи мұғалімнен музыка сабағын алады. Дәл сол уақытта Инжидің жігіті Седат келіп, оның осы оқушы үшін көп қиындық көргенін айтады. Ол жұмысынан айырылып, көпсін естігенін еске салып, неге әлі де мектепке сабақ беріп жүргенін түсінбейді. Бірақ Инжи оның сөзіне құлақ аспай, сыныптан шығуын талап етеді. Бұл уақытта көшеде Жәмилені көрші әйелдері өсектеп, оның үй қызметшісі болып жұмыс істеп жүргенін сөз қылады. Бұл өсек шайханада отырған ер адамдар арасында да тарайды. Сол жерде Али де отыр еді. Ер адамдардың сөздері Алидің намысына тиіп, ол төбелесе жаздайды. Шайханадан шыққан Али Жәмилені байдың үйінің маңында күтіп алып, оның мұндай жұмыс істеуіне қарсы болады. Алайда Жәмиле оған өткенді еске салып, кезінде отбасын тастап, салдағы әйелді таңдағанын айтып бетіне басады. Жәмиле болған істі өзгерту мүмкін еместігін айтып, енді ешкімнің көмегіне мұқтаж емес екенін жеткізеді. Жәмиле Алиге алғыс айтып, мықты болуға үйреткен өміріне риза екенін білдіріп, өз жолымен кетеді. Ахметтің ажырасуға жазған арызы саясатқа байланысты кері қайтарылып, оған ажырасуға мүмкіндік берілмейді. Таңертең Берин анасының үй қызметшісі болып жүргенін енді ғана естіп, қатты қынжылады. Ол анасынан кешірім сұрап, оны түсінетінін айтады. Жәмиле болса Беринге жаны ашитынын, ең болмаса Ахмет толық ажырасып болған соң ғана бірге болуға кеңес береді. Берин анасын жақсы көретінін айтып, сабағына кетеді. Жәмиле үй қызметшісі болып жұмысын жалғастырып жүреді. Алайда бай үйдің иесі оған айлық ақысын беріп, жұмыстан шығарып жібереді. Жәмиле бұл жағдайға қатты ренжіп, үйіне қайтады. Бай әйелге Жәмиленің ептілігі ұнап қалған еді. Белгілі болғандай оның жолдасына капитан Али онымен жасырын сөйлесіп, әйелінің үй қызметшісі болып жұмыс істеуіне қарсы екенін айтып қойған екен. Жәмиле еңсесі түсіп үйіне келгенде енесі Хасифенің қатты сырқаттанып қалғанын байқайды. Ол дереу дәрігерге апарады. Дәрігер оның өкпесіне суық тигенін айтып, дұрыс күтіну керектігін ескертеді. Хасифе келініне алғысын білдіріп, біраз уақыт Кемалдың үйінде тұратынын, жазылған соң қайта оралатынын айтады. Осы сәтте Али Жәмилеге мысқылдап, енді жұмысы да жоқ екенін айтады. Жәмиле бай әйелдің өзін жұмыстан шығаруының артында Али тұрғанын енді ғана түсінді. Осман ұйықтап қалып төсегіне зәр шығарып қояды. Каролин оған ашуланып ұрсады. Бұл уақытта Али ауруханаға анасының жағдайын білуге кеткендіктен үйде жоқ еді. Әлидің жоқтығын пайдаланған өгей шешесі Османға қатыгездік көрсетеді. Қорыққан Осман үйден қашып көшеде көлік астына түсе жаздайды. Каролин артынан жүгіріп келіп, оны ұрып жібереді. Осы сәтте көшеде келе жатқан Али бұл жағдайды көріп, дереу олардың қасына жетеді. Алиді көрген Каролин қорқып үйге қашып бөлмені іштен жауып алады. Ол Каролинге есікті ашуды айтып қатты ұрсып, баласына қол көтеруге қандай құқығы бар екенін сұрайды. Каролин болса Алидің де өз балаларын ұрғанын есіне салады. Али ойланып қалады, бірақ бұдан былай Османға қол көтеретін болса, оны аямайтынын ескертіп кетіп қалады. Осман анасын қатты сағынып, бұл өмірден шаршағанын сезінеді. Али оны жұбату үшін теңіз жағасына алып барады. Ол Османға теңізге қарап отырып әңгіме айтады. Кенеттен Осман анасына барғысы келетінін айтады, бірақ Али ұлының сөзіне аса мән бермейді. Әкесінің көңіл бөлмегенін байқаған Осман жалғыз кетіп қалады. Жолда аяғы арқанға оралып теңізге құлап түседі. Әкесі оны жоғалтып алғанын аңғарып, жан-жақтан іздей бастайды. Сол кезде теңізде кетіп бара жатқан балықшы шал алыстан біреудің суға құлағанын көріп, дереу суға секіреді.
Осман теңіз түбіне батып бара жатып, анасының бейнесін көреді. Балықшы шал оны судан шығарып алып, дереу ауруханаға жеткізеді. Али теңіз бетінде Османның шалғысын көріп, теңізге секіріп баласын іздейді, бірақ таппайды. Али құтқару тобын шақырады, олар да ұзақ іздейді. Ақырында құтқарушылар Алиге жақсы жаңалық айтып баласының тірі екенін хабарлайды. Осман ауруханада есін жиып, балықшы шалға анасына барғысы келетінін айтады. Балықшы шал оны полицейлермен бірге Жәмиленің үйіне алып барады. Жәмиле болған оқиғаны естіп қатты абдырап қалады. Ол Османды құшақтап, балықшы шалға алғысын білдіріп, тоңып қалған боларсыз деп үйіне кіргізіп жылынып алуын ұсынады. Осман анасына Каролиннің көрсеткен қорлығын айтып шағымданады. Жәмиле мұны естіп көзіне жас алып, кішкентай балаға қалай қол көтерді деп ашуланады. Сол кезде есік қағылады. Жәмиле есікті ашса, келген Али екен. Ол Османның жағдайын білгісі келетінін айтады, бірақ Жәмиле есікті қайта жауып, оған бұл жерден кетуді талап етеді. Осы кезде балалары сабақтан қайтып үйге жақындап келе жатқанда, үй маңында тұрған әкесін көріп жүгіріп келеді. Мете әкесімен тағы да сөзге келіп, дау туады. Мұны көрген Жәмиле даудың ушығуына жол бермей, есікті ашып, төбелеспеуін талап етеді. Жәмиле Османды көруге оған рұқсат береді. Али үйге кіріп, Османға жақындай бергенде, Осман әкесінен қашып, балықшы шалды барып құшақтайды. Жәмиле Алиге қарап, баланы құтқарған балықшы адам екенін айтады. Али ренжіп, үндеместен кетіп қалады. Жәмиле тағы да балықшыға алғысын білдіреді. Балықшы олардың жағдайын сұрап, қалай күн көріп жүргенін білгісі келеді. Жәмиле жұмыс істеп жүргенін, бірақ Али бай адамдармен сөйлесіп, оны жұмыстан шығартқанын айтады. Соңында Жәмиле балықшының есімін сұрайды, бірақ ол жай ғана балықшы деп атай беруге болатынын айтып кетіп қалады. Осман анасы мен бауырларының ортасында кешкі асты бақытты күйде ішіп отыр. Бірақ Жәмиле дастархан басында балаларға жағымсыз жаңалығын айтады. Ол жұмыстан шығуға мәжбүр болғанын, және әкелері оның жұмыс істеуіне қарсы екенін айтады. Әкелері алимент төлеймін деп ұсыныс жасағанымен, Жәмиле бас тартқанын және енді басқа жұмыс іздейтінін түсіндіреді. Әсіресе Мете анасын қолдайды. Бір кезде балалар әжелерінің қайда екенін сұрайды. Жәмиле олардың сұрағына мұңая жауап береді. Әжелерінің денсаулығы нашарлап кеткенін, оны дәрігерге апарғанын және дәрігер оған жақсы күтім қажет екенін айтқанын түсіндіреді. Үй салқын болғандықтан, қажетті күтімді алу үшін әжелері көкесі Кемалдың үйіне қайта оралғанын айтты. Ертеңіне Сонерге ғашық Айлин оған қоңырау шалып, сылтаумен Мұраттың жағдайын сұрайды. Сонер оған тек осы үшін хабарласқанына күмәнданып, басқа не айтқысы келетінін сұрайды. Айлин Сонердің қызғанышын ояту үшін Мұраттың оған үйленгісі келетінін айтады. Сонер оған тұрмысқа шығу туралы ойланып жүрсің ба деп сұрайды. Айлин иә ойланып жүрмін деп ашуланып тұтқаны қоя салды. Ол сыртқа шығып, көңілсіз күйде жылап тұрған кезде, оған бір жігіт жақындап, киноға баруға ұсыныс жасайды. Айлин жігітке таңырқап қарап, оны бұрын көрмегенін айтады. Жігіт өз есімін айтып, бір мектепте оқитын, жаңа оқушы екенін түсіндіреді. Бірақ Айлин ашуланып, оны дөрекі сөздермен қуып жібереді. Бұл көріністі жасырын бақылап тұрған Месуде байқап қалады. Айлин Сонердің қайта қоңырау шалуын дүкен сыртында күтеді, бірақ ол хабарласпайды. Осыдан кейін Айлин кетіп бара жатқан жігітті тоқтатып, киноға шақыру туралы ұсынысын қабылдайтынын айтады. Жігіт қуанып, ертең Тарзан фильмінің болатынын айтып, 2 билет алатынын жеткізеді. Айлин оған әзілдеп, қандай жомартсың деп кетіп қалады. Мұны көрген Месуде бірден Сонерге қоңырау шалып, өзін Айлиннің туысы Месуде деп таныстырады. Ол Сонерге Айлиннің ертең басқа жігітпен киноға баратынын жеткізеді. Сонер оған неге бұны маған айтып тұрсың дейді. Месуде оған Айлиннің қандай опасыз адам екенін өз көзімен көр деп тұтқаны қоя салады.